Облыстық эко балабақша жобасы бойынша ата-аналармен бірлескен жұмыс түрлеріне шолу. Өздеріңіз көріп отырғандай, әдемі табиғаттың көрінісі. Кесінді ағаштарды пайдалана отырып, ата-аналарымыз әдемі композиция құрап жасап берді. Және де ескі кітаптардан әдемі туындылар да жасалды. Ал енді бүгін табиғатқа шығып, таза ауада ата-ана мен тәрбиеленушілермен саяхатқа шығып келейік. Бірінші кезекте бүлдіршіндеріміз қызығушылықпен айналаны тазалауға кірісіп кетті. Тазалық денсаулық кепілі дегендей, айналамыздағы қоқыстарды жинап, тазалап алдық. Табиғат аясына демалуға барғанда қалдық заттарды тастамай, жинап жүру керектігі ескертілді. Бүлдіршіндерге ағаштардың түрлері мен Жайық өзені, ондағы балықтар туралы, арғы бетке көпір арқылы қайықтар мен кемелермен қатынас жасайтыны туралы мағлұмат берілді. Балалардың талдарды, өсімдіктерді, гүлдерді жинап жатқан сәттері. Осы жинаған өсімдіктерді алдымен лупа арқылы қарап, содан кейін микроскоптың көмегімен жай көзге көрінбейтін нысандарды қарадық. Балаларға қауіпсіздік ережелері сақтау туралы ескертіліп айтылды. Әдемі түрлі өсімдіктерді шыны ыдысқа әсемдеп салдық. Оны флориум деп аталатындығын балаларға айтылды және бірнеше рет қайталады. Әрі қарай жиналған талдарымыздан жіп пен скотч пайдалана отырып, түрлі пішінді жақтауларды жасап, сол жақтауларға жиналған өсімдіктерден әдемі композиция жапсырдық.
Сонымен қатар облыстық «Бәрін білгім келеді» жобасы аясында балабақшамызда жаңа инновациялық ақпараттық технологияларды пайдаланып отырамыз. Бұл жерде 3D голограмманың көмегімен балаларға гүлдің күлтесінің ашылу сәтін көрсету. Қорытындылай келе, бүгінгі балалар болашақ ересек адамдар. Олар осы уақыттан бастап жер қойнауындағы табиғат ресурстарының шектеулі екендігін түсінуі керек. Біздің балалардың қандай болып өсетіні бізге ғана байланысты. Біз балаларға табиғаттан тек алуды, пайдалануды ғана үйретпей, сонымен қатар оған қамқор болуды, оны күтіп аялауды, оның байлықтарын барынша көбейтуді үйретуіміз керек. Сол себептен табиғатқа деген дұрыс қарым-қатынастың қалыптасуын балалық шақтан бастау қажет. Мұндағы негізгі мақсат балаларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелей отырып, табиғатты гүлдендіруге өз үлесін қосатын адамдардың шығармашылық еңбегін әр уақытта баса көрсету. Бала бойындағы табиғатқа деген ынта, табиғат көріністеріне байланысты өтілетін шаралар арқылы саяхат, табиғаттағы өзгерістерді бақылау арқылы іске асырылады. Келешекте біздің балалар кім болса да, олар қоршаған әлемдегі өз рөлін жақсы ұғынуға, өз іс-әрекетінің салдарын сезінуге тиіс. Және табиғат заңдылықтары туралы түсініктері болуы керек.